Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, арнамыздың жазылушылары, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге OBS студияда қалай жұмыс істеу керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен осындай сіздерде үлкен экран пайда болады. Яғни бұл жерде сіздер өздеріңізді көре аласыздар. Және де мына жерде мен камераны қоя аламын. Осы жерде бізге 5 маңызды нәрсе бар. Яғни бірінші, бұл бізде захват экраны, яғни түгел осы экранды алу керек болатын болса, сіздерге көрініп тұрады. Ары қарай бізде устройство захвата видео, яғни менде камера бар. Менде камера бұл Logitech-тің камерасы, және мен осыны настройка арқылы қойып шықтым. Бұл дайын. Енді захват окна, бізде окнаны таңдайсыздар, және де окна бізде осы OBS-тан шыққаннан кейін көрінетін болады. Келесі аудиопоток, бізде енді бұл динамик. Динамик бұл сіздің видеоңызды естуге арналған. Енді захват экраны, яғни экран түгелімен осылай захват жасалады. Сол арқылы сіздің видеоңыз осы жүргізілетін болады. Келесі входного аудиопотока, яғни сіздерде микрофон болатын болса, осы жерге микрофоныңыздың атын таңдайсыз. Және де веб-камераңыздың да микрофоны болуы мүмкін, сол жерге осыны қойып шығасыз. Егер де по умолчанию қойсаңыз, компьютердің немесе ноутбуктың өзінің микрофоны жүктелетін болады. Сіздерге кеңес беретінім себебі осындай сапалы микрофонмен және де сапалы өзінің бөлек микрофонмен жұмыс жасаңыздар. Егер де ноутбуктан жасайтын болсаңыздар, ол жерде әлсіз болуы мүмкін. Енді бізде файл бөлімінде, яғни записьтарыңыз көруге болады, және де шығатын кнопка бар. Правка бөлімінде жалпы преобразовать етуге болады. Көптеген настройкалар бар. Видеоны оңға солға бұру керек деген сияқты. Ары қарай бізде вид бар, док панель бар, профиль бар, коллекция цен бар, сервис бар, справка бар. Және де ең барлық видеоны тоқтатқаннан кейін сіздер остановить запись батырмасын басасыз. Енді настройка бөліміне өтсеңіздер, настройкада көптеген өзгерістер енгізуге болады. Яғни бұл жерде внешний вид, тема деген сияқты барлығын өзгерте аласыздар. Мысалға теманы да өзгертуге болады, және стильді өзгертуге болады. Егер де сіздерге қара ұнамайтын болса, онда light стиліне ауыстырсаңыздар болады. Яғни қазір light стиліне ауысады. Маған өзіме осылай көк стильде ұнайды. Сондықтан да осыны мен қолданамын. Енді барлығын жүргізіп болғаннан кейін мына салғаны камераны үлкейтіп кішірейтсеңіздер де болады. Және де камераны домалақ етуге де болады. Бірақ оны мен басқа сабақтарда айтатын боламын. Әзірге осы настройканы жасап алыңыздар. Егер де сіздерде микрофон жұмыс істемейтін болса, мына жақта микрофон батырмасын басасыздар да, микрофон арқылы басқа приложениелерге доступ бересіздер. Камерада да дәл сондай мәселелер туындауы мүмкін. Менің алғашқы көрсеткім келгені осы. Әзірге осы настройканы жасап алыңыздар. Егер де сіздерде микрофон жұмыс істейтін болса, осы жерде мынандай осы полосада микрофонның дауысы шығып тұрғаны белгілі болады. Осы арқылы тексерсеңіздер болады. Енді алдағы уақытта OBS-тің басқа да баптауларын, басқа да настройкаларын мен алдағы уақытта видеоларында айтатын боламын. Осы арнаға тіркеліп алыңыздар. OBS-ті жалпы қолданып бейне сабақтар жасауға болады. Келесі кездескенше, яғни видеоны аяқтайтын кезде сіздер остановить запись батырмасын басасыздар.